жүгір. О сорлар, бишаралар. Ал бишаралар өліп баратыр, әкесінің үйіне бір бастырып беретіндей. Өлгендерің жақсы. Бүйтіп боққарын, арам тамақтарды қорғап, бүйтіп тұрғанша өлгендерің жақсы, КМБ мен полицияға айтарым. Мынау итке жаңа біз кет дегеніміз әлі тұр. Міне, ит түсінеді кет дегенді, бірақ мынау түсінбейді екен. Білмеймін, мынау қай жануардың түріне жататын. Мен адамның түріне бұны жатқызбаймын. Жаңағы аналарды оскорблять еткен үшін. Мына үйше қарап отыр камераға, ұялмай, жарайсың. Бірақ мен сен ешқандай жануардың түріне жатқызбаймын, потому что жануарлар да обал. Жануарлар сенен адал. Мен саған бетіңе айтайын. Үйтіп КМБ-ға қызмет қылып, бүйтіп Қытайға құл болғанша өлгенің жақсы, асылып қал. Мен саған тағы да айтам. Қолыңнан келген істе. Жекпе-жекке шақырдың ғой, неге шықпадың? Неге шықпадың, қорқтың ба? Менімен духың жетсе ғана сөйлесесің, мен саған айтам. Түсіндің ба? Сен үйге бар, мен угрожать ет, аңды, ОМОНың шақыр, собырыңды шақыр. Маған ештеме істей алмайсыңдар. Түсіндіңдер ма? Мен сен сияқты қорқақ емеспін. Сен сияқты намыссыз емеспін. Сен сияқты ана емес, басқадан туылған емеспін. Түсіндің ба? Мен қазақпын. Түсінің ба? Сен сорлы көзің бақырайып, қазақ бола тұра, даже қазақша сөйлей алмайсың. Мәңгүрттігің, бишаралығың. Менімен сенің разницаңды көрдің ба, айырмашылығыңды? Әйел болсам да менен намыс бар. Сен қор болған сорлы бишарасың. Дәрежеңді естің ғой. Осыдан кейін де тұрсың ба, мәз болып тұра бер. Сен уже өліксің. Мынау біздің бізден шырылдап тартып алған айыппұлдың ақшасына сендер айлық алып отырсыңдар. Соны білесіңдер ма? Сендердің әрбір теңгелеріңде біздің көз жасымыз, біздің балдарымыздың несібесі бар. Осыны ұмытпаңдар. Білесіңдер ма, біз сендерді не үшін жек көреміз? Осы үшін жек көреміз. Сендер әділетсіздікті, заңсыздықты қорғап, мынау арам тамақтарды қорғағандарың үшін сендерді жек көреміз. Білесіңдер ма, халық ақымақ емес. Халық ақымақ емес, мен саған айтайын.